Әркім әртүрлі ойда болар, бірақ сол кездегі менің жағдайым өзіме ғана аян болатын. Байға тигеніме бірнеше жыл болды. Бізде әлі де бала жоқ. Мүмкін біреулер күлер, біреулер бала болмаса сезімнің де суитын рас екен. Сайып келгенде отбасын сақтайтын араңдағы бала ғана. Баласыз үй мазар деп бекерге айтпаса керек. Сондай қу басты боп жүрген әйел есебінде айтайын. Балаң болмаса алға қойған айқын мақсатыңда болмайды. Мына тәтті өмірдің өзі түкке тұрғысыз боп жоқ дүниеге айналады. Жүгіресің, жұмыс істейсің, бірақ мұны кім үшін істеп жүрмін деп ойланасың. Әрине, өзім үшін ғой, бірақ өзіңнің ешкімге керексіз екеніңді білесің. Әкең мен шешең қартаяды. Бауырларың өз алдына отбасы болады. Сонда сенің жалғыз қалмағанда нең қалады? Дегенмен, сол кездерде мен өзімнің қатты кетіп бара жатқанымды түсіндім. Жүйкемнің сыр бергенін түсіндім. Қайтейін, Құдай маған ең жақсы еркекті сыйға берді. Менің байымдай жайлы байды осы күнге тауып қиын. Алайда Құдай қырсықтың бір жағынан берсе, екінші жағынан қысып қоятыны тағы бар. Осы күні 4 құбыласы түгел адам кемде кем шығар. Солардың ішінде бала сүйе алмай қу басыңды құшақтап жүру ең сорақысы дейін. Сонымен қаңтардың басында атамды алып қалаға кеттік. Сіңілімнің үйі жылы шыраймен күтіп алды. Оны естіген қайнағам мен абысыным келді. Сөйтіп қонақтан қонаққа барып, 3 күн бірге болған достары шақырды. Атамызды емханаға жатқызып алған соң біраз қыдырдық. Бір қызығы сіңілім де қаланы көрсеткен болып бірге жүрді. Емханаға да өзі апарды. Мұныңыз сырттай қарағанда күйеуімді 2 әйелі бар еркекке ұқсатты. Қазір эко деген бар, суррогат деген бар. Сол жағын ойластырып көрмейсіңіздер ма, дейді. Күйеуімнің Палчанның келіншегі сонан соң өзінің бір таныс достары суррогат ана жалдағандарын, оған 7 миллион қаражат жұмсағандарын айтты. Ондай ақшаны табуға болады ғой, әрине, бірақ тап қазір ақша жоқ. Өзіміз ата ұрып, әбігер болып жүрміз деп қашқақтаған болдым. Ендеше менің Палчаныма тоқал апер, патырлатып туып берсін деген күйеуі қалжыңға басты. Иә, әперемін, мына сіңілімді әперейін деп жүрмін деп мен де қалжыңдап айтып салдым. Әрине, оларға қызығасың, ішің де күйеді. 2 қыз бір ұл көз алдында асыр салып ойнап жүр. Кіші қызы маған жабысып алды. Тілі бұлдырлап, ананы мынаны сұратып жатыр. Онан келіп, тіземе отырып алды. Қайта-қайта мені түртіп, өз сөзімен мақұлдатып қояды. Мен бүгін қонақ мамамның қасында жатамын деп маған қарайды. Мөп-мөлдір көздері қандай әдемі десеңші. Бала тілі бал дегеннің осы. Құдай-ай, балапаным, көз тимесін саған. Жүрегім елжіреп сала берді. Көзіме кәдімгідей жас үйірілді. Ойланып отырмын. Расымен де, күйеуіме тоқал аперсем болмай ма деймін. Эко деген қыруар ақша және оған кепілдік жоқ деген. Ал суррогаттың онан да қымбат. 7 миллион теңге деген біздің ауылдан бір үйдің ақшасы және де жаңа соғылған үлкен үйдің ақшасы. Сонда маған қалғаны мына досы айтқандай тоқал аперу ғана. Бірақ өз аузынан уәдесін алып, келісіммен әперуім керек. Бір күні менің үйімде, бір күні оның үйінде түнесін. Жоқ, олай емес. Аптаның 5 күнінде үйде қонсын. Қалған 2 күннің оның үйінде қонсын. Біз қатындар тап солай келте ғана ойлаймыз. Алайда бала туып берген жас қатын. Иә, бара ғой. Менің жанымда 2 күн болсаң болды, қалған күндері бәйбішеге бар. Бәйбішеңе бар деп ешқашан айтпайды. Сондай-ақ баласы болған еркек баласы сені ұмытады. Сонан соң айналшықта жас қатынның жанынан шықпайды. Ол біріншіден жас иіс, екіншіден тәп-тәтті бала туып береді. Сонымен біттің. Саған аптада бір келсе келеді, келмесе ол да жоқ. Бұл деген сөз, қу басыңды құшақтап жалғыз қалдың деген сөз. Демек, тоқал емес қара орманым кетсе де, тиімдісі суррогат немесе эко деп әлгі келіншектің нөмерін сұрап алып алдым. Қысқасы,
Атамызды емханада қалдырып ауылға қайттық. Бір қызығы сіңілім де дайын көлікпен кете берейін деп мамасына айтып бізбен бірге қайтты. Барғанның балтасы келгеннің кетпені болып, неғып жүр мына қыз деймін. Бір жағынан әлгі келіншектің айтқаны бар. Медицина пайда бермесе тоқалдан басқа амалым жоқ қой. Осыны ойлап үндемедім. Екеміз апалы сіңілілердей әңгімемізді айтып отырып ауылға жеттік. Әрі қарай жұмысымыз басталып, мен мектепке, ол ауылдық емханаға кетті. Ал қалада қалған атамды 10 күннен кейін күйеуім барып алып келді. Бірақ жағдайы мәз емес екенін өзім барып көрдім. Ал енді бір күні қайненем айға шапты. Әкеңе күшім жетпейді, үйде бол дейді. Менің барғым жоқ, қалай барамын? Көрпе төсегімді шығарып, далаға лақтырып тастаған жоқ па? Құдайдан қорыққаннан баласын жіберіп жүрдім. Сөйтіп науқас әкесін екінші, онан үшінші рет емханаға апарып келіп жүріп, ол менен алыстай берді. Бала туа алмасаң жыл өткен сайын өзгереді екенсің. Өзіңді айналаңдағылардан төмен санайсың ба? Әйтеуір бірдеңе жетпейтіндей болады да тұрады. Ал науқас атам не бері болмай ұзақ жатты. Бара бересің ба? Мына үйдегі мені ұмыттың ғой дедім күйеуіме. Қайтем, мамамның күші жетпейді деп ақталды. Оған мен түсіне қоймадым. Айқайлап ұрсып бердім. Қатты ауыр сөз айтпаған сияқты едім. Сонда да күйеуім менен безіп кетті. Безген жоқ, шешесі жібермей қойды. Сөйтіп әкесін сылтауратып апта келмеді. Бір күні мектептен шығып іздеп бардым. Әрі атамның халін сұрайын деген ойым болған. Барсам шынымен де атамның киімдерін ауыстырғалы жатыр екен. Енем бір жаққа кетіпті. Содан ыстық суын жеткізіп беріп көмектесе бастадым. Күйеуім әкесін жуындырып, киімдерін ауыстырды. Күн кешкіріп қалған еді. Кеттік, қайтамыз үйге жүр дедім. Мамам келмей бара алмаймын дейді. Ауыл арасына кеткен шығар. Келер, жүре ғой үйге десем, әкемді жалғыз қалдырып кетемін ба, сен өзің бара бер дейді. Жарайды, шешең келгеннен үйге бар, деп тапсырып шығып бара жаттым. Сөйтіп, қорғаннан шыға беріп қарасам, қолында сөмке, үйдегі сіңілім кіріп келе жатыр. Ойбай, сен мұнда неғып жүрсің? Деп шошып кеттім. Атаға система салып жүрмін, соған келе жатырмын дейді. Қашаннан бері салып жүрсің деп сұрадым. Бүгін екінші күн, бірақ өткен айдан да 10 күн системасын салғамын деп қарап тұр. Тіпті жақсы тәте, мен ертерек барайын, әйтпесе кеш қаламын деп өзінен өзі қоштасып тайып тұрды. Ау сіңілім, сонша неге асықтың деп сұрап қала бердім. Атаның киімдерін ауыстырып қойған шығар. Кеше ағама айтып едім деген сіңілім үйге сып берді. Мына қаншықтың науқас атама ине шаншып жүргені рас шығар. Бірақ менің байым мұның өзіне ине шаншып жүрген болмасын. Мен қайда жүрмін? Бұл қайда жүр сонда? Мен мұны үйіме жатқызып жүрсем, бұл мына жаққа келіп алған ба? Мұның әкесіне ине салып жүргенін күйеуім маған неге айтпады? Болмаса мына қыздың өзі айтса болмай ма? Жоқ, екеуі де дым білдірмей сыртымнан сөйлесіп жүр. Сіңілім, системаңды салып болсаң, үй жаққа келші, әңгіме бар деп жазып жібердім. Мына қыз мен кездейсоқ көріп қалған соң, амалсыздан айтты-ау деймін. Өйткені айтты да табанын жалтыратып тайып тұрды. Сонан соң күнде барып кетіп, жүрген әкесінің үйіне кіргендей кіріп кетті. Бөтен үйге бөтен адам тап солай кіріп барама. Соңынан сығалап қарап көрдім ғой. Айтқандай, мамам келсін деп бойым мені алдағанша анау қатыным келсін деп ашып айта салмай ма? Әрине, араларында бірдеңе болған соң айтпай жүр. Қап бәлем, тоқтай тұр, сен қаншық. Сіңілім дегенге семірейін деген екенсің. Сол күні үйге жетіп, WhatsApp-ма қарасам, мен жазған хатты сіңілім оқымапты. Бәсе, байымның құшағында жатса қайдан оқысын? Көрсетейін мен саған. Осыдан менің байымнан көтеріп, қарның шығатын болса, тепкілеп тұрып түсік тастатармын. Сол күні ашуымның келгенін сұрамаңыз. Саған қатын көп болса, маған бай көп. Аға, амансыз ба?
мен пәлен ауылдағы мұғалім келіншекпін. Қалайсың қарындасым? Көптен көрінбей кеттің дейді ағам. Қолым тимей қойды. Бөлек шықтым. Оның үстіне атамыз ауырып қалды деп айта бергенімде, мен сені балалы болып хабарсыз кеткен шығар деп жүрсем дейді. Олай болса жақсы болар еді. Аға, мені қашанға жазасыз деп сұрадым. Сен қыз келгін келгенде келе бер. Тек алдын ала қоңырау соқсаң болды деген ағам, мен қашан барсам да қызмет көрсетуге дайын екенін айтты. Болды аға, болды. Хабар өзімнен болады деп қуанып қалдым. Сендей қыз айтса болды, ләппай құлдық деймін ғой деген ағам, ол да қуанышты екенін айтты. Бұл кісіге бармағалы қай заман, арадан қанша жыл өтті. Сонда да мені даусымнан танып тұр. Сірә мені бұл кісі ұмытпаса керек. Мен де ол кісіні ұмытқан жоқпын. Аялы жұп-жұмсақ алақаны ешқашан есімнен кетпеген. Қынабыма дейін қол жүгіртіп еді. Несін жасырайын? Онысы маған ұнаған еді. Егер мына екеуінің бірдеңесін сезсем, тап осы ағама жүгінемін. Онда еркекті ауылдан емес, алыстан іздеген жақсы. Ауыл іші өсек аяңға жақын болады. Осы ағамен сөйлесіп бола бергенімде есік алдына көлік келіп тоқтап, ішінен сіңілім мен байым түсіп келе жатты. Мұны көргенде онан сайын қаным басыма шапты. Бірақ сырмен түр бермедім. Қызғанышым қайнап тұрса да күлімсіреп шығып қарсы алдым. Әрине, үйде әкем жалғыз қалды деген күйеуім үстелден дәм татып шығып кетті. Мына ақымақты қарашы, деймін іштей ызаға булығып, өз үйінен өзі дәм татып кетіп барады. Ақымағым-ау, асықпа сен, менің де тәнімнен дәм тататын еркектер табылады. Мен мұндай қорлыққа шыдамаймын, десем де үйге кірген сіңіліме ештеңе демедім. Ешқандай қыр көрсетпей шайға шақырдым. Бөлмесіне кіріп, киімдерін ауыстырып шықты. Атаның жағдайы мәз емес. Тәте, көпке бармайды деп қояды. Мен онан атамның жағдайын сұрағандай. Жасы келді ғой енді дедім. Жасы келді деуге болмайды. 70-ке жеткен жоқ қой. 50-дегі еркекті біздің қазақ жігіт ағасы деп айтады. Тәте дейді. Жоқ, сіңілім, 40-тан кеткенді жігіт ағасы дейді. 50-ден кеткенді ел ағасы дейді деп түзеткен болдым. Сонан соң екеуміз де тамаққа бас қойдық. Көзімнің астымен қарап қоямын. Сіңілім толықсып ажарлана түскендей көрінді. Мына қаншық бала көтерген болмасын. Көтерген келіншектер бастап қайда толысып алады. Мына қызда толған қозыдай томпиып отыр. Мұны сіңілім деп еркелетіп жүргенмен ғой. Шынында, бұл біздің квартирант қана. Сіңілім, өткендегі айтқаныма ренжімеші деп кешірім сұрағандай болдым. О, не деді? Дейді. Өткенде екеуміз отырғанда бала туып бер деп айттым ғой. Соны айтамын деп қойып қалдым. Жоқ, ренжімеймін ғой. Бірақ бала туатын болсам ешкімге бермеймін. Дегенде жүрегім зырқ етті. Тоқтайын, осы жерден тоқтап, тақырыпты ауыстырайын. Әйтпесе мен бұл қыздың шашын жұлып қолына беремін. Бұл қаншық маған екі қабат сияқты көрініп тұр. Мүмкін маған ерегіскен енем бұл қыздың басын бұзған шығар. Атама укол салып бер деген кім? Деп сұрадым. Енеңіз қоңырау соғып өтініш жасады дейді. Сен оны маған енең деп айтпа. Ол қатын нағыз құдайдан тапқыр қатын ғой. Деп түрімді суыттым. Сіңілім маған таңдана қарады. Енем екеуі сөйлесіп жүргендері анық қой. Тіпті бұл қыздың біздің үйде тұратынын да енем біледі. Бірақ номерін кім берді екен? Таптым. Мен оны да таптым. Мұның номерін осы үйдегі ағасы берді. Айтқан шығар. Укол салады деп мақтаған шығар. Демек, шешесі екеуі мені шетке сырғысы келіп жүрген анық. Сіңілім, мен ертең жол жүрем. Анау ауылдағы ешкімге емшіге барып келемін дедім. Барыңыз, барып келіңіз. Мен де ертең күнімен жұмыстамын дейді. Сол күні WhatsApp-ына шығып байыма біраз ұрсып алып ұйқыға кеттім. Ал ертесіне жуынып шайынып түс қайта ағама тарттым. Ағам әдеттегідей тағатсыздана күтіп отыр екен. Ескі таныстарды қуана қарсы алды. Азын-аулақ қал жағдай сұрап болған соң
Ұзын үстелге жатқызып ем-домын бастады. Ұнайды, рас айтамын, ұнайды маған. Әсіресе балтырымды сипағаны ұнап барады. Бірақ байы бар қатынға бере салу оңай емес. Көкейінде бәрібір ұят пен қорқыныш қатар тұрады. Тағы да айтамын, басың бос болса бір жөн, байың барда өте қиын. Сонан соң ағам да әрге бара қоймады. Егер алғашқы қадамды өзі жасаса көрермін деп мен жаттым. Әрі-бері уқалаған ағам сол күні түк бітірмеді. Болды, қарындасым тұра бер деп сырт айналып кете барды. Сүтке тоймаған лақтай болдым да қалдым. Тап сендей емшінің еміне сейін осы. Көт сипап, ақша табатын сорлы адам екенсің. Саған қайтып келсем, атам лағнет болсын. 5.000-ын беріп шықтым да тайып тұрдым. Енді бармаспын деп өкпелеп келемін. Сол күні кеште мамам келді. Деген байым үйге қайтты. Сөйтсем, әкең қисайып қалса, артымыз ашылып қалар, мен керек жарақты әкеліп қояйын деп енем қалаға кеткен екен. Оған еріп қайнағам мен абысыным келіпті. Ал енді айтайын, өз үйім өлең төсегім дегендей, өз байым өзімдікі ғой. Мауқымды басып, құмарымды қандырды. Құрсын, ашуға беріліп бұлай кетіп қала жаздағанымды қарашы. Бірақ мына қыздан бірдеңе сезсем анық кетемін. Бұл бұтқа кіріп жатқанда мен отқа жылынып жатыр жайым жоқ. Осы күні ойлаймын. Менің солай арам ойға кетуіме қызғанышымнан басқа тағы бір себеп бар еді. Оныңыз, мен осы баланың болмауын байымнан көретінмін. Бірақ құшағына кірсең, жаныңды алып жан қалтаңа салып жібереді. Байымның соншалықты қайраты бар. Сонда да бөтен еркекпен болып көрсем деген ойым болған. Ауылдан емес алыстан. Неге олай ойлайсың десеңіздер, бұл сенің байыңнан ғой. Басқа байға тиіп тауып ал. Ертең ақ туатын жастан өтіп кетсең 30-дан кеттің деп сыбырлап жүрген келіншектер болған. Мүмкін осылардың да айтқандары дұрыс шығар деп ойлайтынмын. Негізі дұрыс қой. Байымның жақындары қатыныңнан десе, менің жақындарым байыңнан дейді. Сөйтіп, бір-бірімізден көріп өміріміз өтіп жатты. Ал уақыт өткен сайын қорқыныш пен үрей қатар басады екен. Кетейін десең байыңды қимайсың. Қалайын десең бала керек. Сосын әртүрлі ойға барасың. Әбер болғанда мен ондайға барғаным жоқ. Әйтпесе бөтен еркектен туса ше деп ойлағаным рас. Алайда бұлай қипақтағанда еркектер болып тұрды. Тіпті өз коллективінен де екеу болды. Сонда да арамдыққа бой бермей байымнан күтіп жүрген едім. Сөйтсем менің Баябек енем бар емес пе? Жаңа жылдық каникул бітіп, сабақ қайта басталған кез еді. Күннің нұры жерде жатқан аппақ қарға шағылысып, суық жел бетті қарып тұрған. Көше бойындағы үйлердің мұржасынан түтін будақтап айнала тым-тырыс еді. Бір кезде бір топ әйелдер әлде қайда ағылып бара жатты. Араларында біздің коллективтен бірнешеуін таныдым. Мыналар қайда бара жатыр деп таң қалдым. Менің сабағым 3-ші сағаттан басталады. Сол үшін күн біразға көтерілгенде шыққанмын. Анау бара жатқан қызыл пальтодағы Роза апай ғой. Оның жанында Сәулеш пен Нұргүл бар. Алдағы бара жатқандар осы ауылдың жергілікті қатын қалаштары. Мұна күннің суығында бүкшеңдеп алып бір жаққа кетіп барады. Әйтеуір мектепке емес. Өйткені біздің мектеп басқа бағытта. Соңдарынан айқайлаған ыңғайсыз. Олардың бәрі менен үлкен мұғалімдер. Бірақ қайда бара жатқандарын білгім келіп, қолғабымды шешіп, қалтамнан телефонымды шығарып қоңырау соқтым. Апай, қайда бара жатырсыздар? Мен соңдарыңыздан көріп қалдым дедім Роза апайға. Естімегенсің ба? Динаш апайдан суық хабар келді дейді. Сол жерде ештеңе түсінбей тұра қалдым. Барсаң жүр, бізбен кіріп шығасың деген Роза апай тоқтай қалып артына қарады. Бірақ жүрейін десем жүре алмай қиналдым. Аяғымды көтеріп баса алар емеспін. Динаш апайды кеше ғана көрген жоқпын ба? Әупірімдеп отырып алдағы мұғалімдерге жеттім. Сөйтсем жасы 36-ға келген жас апайдың аяқ асты жүрегі тоқтап қалыпты.
Жақында ғана туған күніне деп 3000 теңгеден жинағанбыз. 35-ті толтырып 36-ға жеттім деп рахметін айтып отырған. Бұл апай біздің мектептің забушы Томар ағайдың әйелі. Негізі ол кісінің аты Томар емес, Омар. Менің қайнағыммен аттас болған соң алдына т қойып Томар ағай деп сыбырлап сөйлейтінмін. Біздің қазақта қайын жұртының аттарын ататпайтын ғұрып бар ғой. Сосын Сәрсен деген ағайды да Мәрсен деп жүретінмін. Бұлардың бәрі менің қайын жұртыма тиесілі есімдер. Осылайша күтпеген жерден Томар ағайымыздың отбасы қара жамылды. Рулас апам боп жүрген Динаш апайым бақилық болып кете барды. Артында анашымдап аңыраған екі қыз қалды. Осындайда ойлайсың, мына өмір деген бір тұтам ғой дейсің. Ажал деген әзірейіл шақырса аяғың аспаннан келіп кете бересің. Мына өмір түкке тұрмайды ғой, түкке тұрмайды. 5 күндік жалған дүние деген осы. Бұл дүние біреумен бет жыртысу түгілі ауыр сөз айтуға тұрмайды. 60-тың 5-іне келген атамнан хабар күтіп жүргенде, оның жасына келген апайым кете барды. Бұл апайды бұрыннан танитынмын. Мен мектептен кеткенде келді. Универді бітіріп келіп, жұмысқа тұрғанда коллега болдық. Соңынан сұраса келе рулас болып шықтық. Соған дейін көрген де естіген де емеспін. Басқа жақтың қызы еді. Ал Томар ағай осы ауылдың тумасы болатын. Сонымен жылап сықтап, бір топ мұғалімдер кіріп шықтық. Әрі қарай тірі адамның тіршілігі басталды. Мектеп бір аптадай күңіреніп алды да қайта жалғасты. Арадан ай өтпей Динаш апайымыздың ілінген суреті алынып, өзі де ұмыт болды. Естерін жиған екі қыз сабағын жалғастырды. Ал менің өмірім сол баяғы сарында өте берді. Не бала көтермедім, не басқа жоспар жасамадым. Атамыз қисайған қалпында жата берді. Ерікте көктемеді. Бір күні кешкі тамақ басында отырсақ, қоңырау соққан енем аттың басын бос қойды. Сыры белгілі қатын ғой. Былапыттап көкбеттеніп баласына айқайлап берді. Мамаң не деп жатыр деп сұрадым сөйлесіп болған күйеуімнен. Не қыласың оны, дейді. Сонша бақырып не деп жатыр. Мен де білейін дедім. Қоя сал, қажеті жоқ дейді. Айтпасаң айтпайдың, тоқалы. Бол дегел деген болса бармайсың. Барсаң келме деп том сырайып жатып қалдым. Ал енді ертесінде қызықтың көкесі болды. Кешке қарай мектептен келсем, үйде жарық жоқ. Есігімде дәу қара құлып тұр. Біздікін алып тастап, басқа құлып салыпты. Мұның енемнен келгенін түсініп, күйеуіме қоңырау соқтым. Білмеймін, өздерің шешіп алыңдаршы, миымды ашытып жібердіңдер дейді. Расау, екі ортада жан жарыма қиын болып бара берді. Өйткені үйіне барса, мен тоңқылдаймын, мұнда келсе шешесі қарғап сілеп шыға келеді. Мына атамыз ауырғалы біздің арамыз қатты ушығып кетті. Сол күні сіңіліме жаздым. Мен бүгін кезекші медбикемін дейді. Екеуміз ертеңге пәтер қарайық, дедім. Неге деп сұраған сіңілім таң қалып жатты. Басымдағының бәрін айттым. Енемнің құлыпты ауыстырып үйге кіре алмағанымды айттым. Сіздің енеңізбен араңыздың суық екенін білемін. Бірақ ағамыз алтын адам ғой тәте дейді. Қайдан білсін? Біз екеуміздің сыртымыз жалтырақ, ішіміз қалтырақ екен. Қысқасы күйеуіме қайта қоңырау соғып, киімдерімді алайын, кілтті бере тұрсын дедім. Мамам бермейді, өзің келіп сұрап ал дейді. Бермесе айт, есігін сындырамын деп айқайладым. Маған десең от қойып өртеп жібер дейді. Сол жерде огородта жатқан күрекпен құлыптың быт-шытын шығардым. Содан ішке кіріп, бір сөмке киімдерім мен ноутбугымды алып үйіме кеттім. Және де жай кетпей, сынған есіктің суретін күйеуімнің WhatsApp-ына лақтырып кеттім. Қызым-ау, сендердің соңдарынан жақсы болмайын деді ғой, деген анам біраз жылап алды. Оған қосылып мен жыладым. Сөйтіп, солқылдап біраз отырған анам маған ертең енеңе барып айтып көрейін. Бірақ соңғы рет айтқаным болсын, деген анам
жұбатқан болып күйеуіңе айтар сөзім жоқ. Күйеу бала жақсы жігіт. Қайтейін, ол да шешесінен шыға алмайды. Ол оның анасы ғой дейді. Осылайша байға тиген 11 жылда алғаш рет ажырасып анама бардым. Бірақ бұл әлі басы ғана екен. Өйткені ертесін-ақ сабақта отырсам, сізді директордың орынбасары шақырып жатыр деген хабар келді. Бұл әлгі апамнан айырылған Томар ағайын болатын. Ол кісі менен бір мүшел жасқа үлкен. 2 қызы бар. Олардың үлкені 8-ді бітірсе, екінші қызы 6-ға көшеді. Ағайдың өзі түр бермеген интеллигент жігіт ағасы. Сонымен забыш шақырған соң кабинетіне бара жаттым. Бұл ағай маған не айтпақшы, неге шақырды екен деп келемін. Бұрын да апам тірісінде бұл кісі әдемі балдыз деп қалжыңдап қипақтаған еді. Онысының қалжың шынын білмеймін. Мен саған бір көзімді қыссам болды, бір бала туасың, ал 2 көзімді қыссам, егіз туасың балдыз деген. Әрине, осы айтқаны қалжың шығар. Қысқасы кіріп басам, Забыштың кабинетінде 2 полиция отыр. Олардың бірін танимын. Жергілікті учаскелік қызметкер. Ол осы ауылдың жігіті. Мына отырған Томар ағайдың алыстау күйеу баласы. Ал екіншісін танымадым. Аудана келдім. Мен аға лейтенант Көлгінбаевпын дейді. Әне, сол аға лейтенант дегеннен сіз пәлен көшедегі түген нөмерлі үйдің есігін бұзып кіріп, ішін тонағаныңыз рас па деп сұрағанында шошып кетіп, ойбай аға, ол менің өзімнің үйім ғой деппін. Мұғалима Қарсақбаева, сіз осылай өтірік сөйлемеңіз. Ол сіздің үйіңіз емес, ол мына кісінің үйі. Міне, құжатқа қараңыз деп, атамның құжаттарын көрсеткенде солқ түсіп отыра кеттім. Әрі қарай жалына түсіп, ақталғаннан басқа амалым қалмады. Мен ол үйде біраз жалдан бері тұрамын. Оны осы ауылдағылардың бәрі біледі. Мына қайда біледі дедім. Мұғалима Қарсақбаева, біз үшін құжат сөйлейді. Ал құжат басқа адамның үйі екенін көрсетіп тұр. Және де сіздің үстіңізден арыз түсті. Біз енді қылмыстық іс қозғамасақ, басымыз кетеді. Сіз бізбен ерегіспеңіз. Әйтпесе анау кісі 10 миллион ақшам бар еді. Қарсақбаева есігімді бұзып ұрлап кеткен деп жазса, сіздің жағдайыңыз нашарлайды. Білесіз, ол деген өте ауыр қылмысқа жатады дейді аға лейтенант. Ағай, сіз менің сол үйде қанша жыл тұрғанымды білесіз. Коллективпен туған күніме де барып едіңіз. Сізде мыналарға бір ауыз айтсаңызшы. Мен өз үйімнің есігін бұзып кірдім ғой деп көзім жыпылықтап ағайыма қарадым. Қысқасы, бұл қылмысқа жатады деген аға лейтенант менен қалай болғанын сұрап отырып, бір парақ қағаз толтырды. Сонан соң алдыма асырып, мынаны оқып шығып, міне, мына жерге өз қолыммен жаздым деп қол қойыңыз. Әрі қарай сотта шешсеңіздер деп қолыма қалам берді. Сол кезде ғана Томар ағайыма тіл бітті. Менің жұмыскерім жоғары санаттағы өнегелі ұстаз. Ол сіздің мына қағазға адвокатмен сөйлеспегенше қол қоймайды. Қарсақбаева, сен олай жылама. Адам өлтіргендерде қамалмай жүр. Ол қатын саған түк те істей алмайды. Егер мыналар сені сотқа тартатын болса, біз бүкіл мектеп мұғалімдері ененің үстінен шағым түсіреміз. Ол менің қолымнан келеді. Сол қатының бәлеқор Байебек деген аты бар емес пе деп алдымдағы қағазы бұлай ысырып тастады. Сонан соң әлгі екеуіне қарап, бұл оқу ордасы, бұл білім беретін мектеп. Мектепке келіп, допрос жасап, діңкілдемеңдер. Соншама не болды? Сендер де мектептен шықтыңдар ғой. Қане, Қарсақбаева, шақыр күйеуіңді, тез келсін. Осы жерде бәрін шешеміз деп орнынан атып тұрды. Мұны естігенде аға лейтенант жым болды. Иә, күйеуін шақырып, біздің алдымызда сөйлессін. Мүмкін бәрі ойдағыдай оңай шешіліп қалар. Айтайын дегенім, бізге сөз келмесе болды. Жаңа арызданушының үйіне бардық. Мына келіншекті соттамасаңдар, мен облысқа жазамын. Керек болса Астанаға жазамын деп бақырып берді. Білесіз ба, бізге шағым түскен соң іс қозғап сотқа дейін жеткізу керекпіз. Дегенмен
Ол кісінің өте ұрысқақ бәлеқор екені көрініп тұр. Бірақ біз ештеңе істей алмаймыз. Есік сынған шағым бар, деп міңгірледі. Соны білсеңдер тып-тыныш отырыңдар. Өзіне кірген менің қызметкеріме банық тоғынағандай сөйлейсіңдер. Сендерге қолхат керек болса, мен ақ жаздырып берейін. Қане, Қарсақбаева, бәрін мен айтқандай жазып отыр деп алдыма қағаз тастады. Міне қызық деңіз. Кешкі түнде минус температура болды. Далада қалып, қатты жаураған соң, мәжбүрлі түрде есікті бұзып кіріп, үйде түнедім. Кілт әкеліп бер, көмектес деп күйеуіме жаздым. Онан 2 рет қоңырау соғып, көшеде тұрғанымды сонша жылдан бері мына үйдің жарығы мен суын өзім төлеп отырғанымды, түбіртіктерім бар екенін бәрін ағайым айтып отырды. Мен жаза бердім. Тіпті есікті бұзып кіріп, мына суықтан жан сақтап аман қалдым. Қаттыға барса жап-жаңа есік сатып алып қойып беремін деп жаздырған ағайым жазбаның астына қол қойдырды. Сонан соң интернетті қарап, кешегі түн 3 болғаннан 2 полицияға көрсетіп, мына минуста далада жатпақ түгілі жарты сағат тұрып көріңдерші. Бұл не деген бассыздық. Егер бұл қыздың енесімен сөйлесу керек болса, біз өзіміз ақ сөйлесеміз. Біле білсеңіздер, күн суықта есік құлыптап далада қалдыру бұл қастандық жасаумен бірдей статья. Бұл екінші біреуді өлімге итермелеу. Ол кісі мұны далада қалып, жаурап өлсін деп әдейі құлып ауыстырған. Біз тап солай жазамыз. Қане, бізге тағы бір қағаз бер. Үстінен қарсы арыз жазамыз. Мен ол қатынға қасақана есік құлыптағанды көрсетейін деп 2 полицейден қағаз сұрады. Сол аралықта есік қағылып, менің күйеуім кірді. Оны көрген ағайым, келіншегіңді қолында барда бағаланым, деп ақылын айтты. Мүмкін болсам, мамаңмен сөйлесіп, арызын қайтарып алдыр, деп өтініш жасады. Күйеуім есік алдында басы салбырап, не айтарын білмей отыр. Шынымды айтсам, сол жерде бұл сорлыны өзім аяп кеттім. Мұның маған бір ауыз ауыр сөзі тимеген. Ішпейді, шекпейді, тіпті қатты сөйлемейді. Өйткені мен оны қандай жақсы көрсем, ол да мені тап сондай жақсы көреді. Біз бір-бірімізден айырылғымыз келмейді. Біраз бізді Құдай айырғысы келіп тұрғандай көрінеді. Бір баланың болмауы менің басыма осыншама қайғы әкелді. Сол күні күйеуімді ортаға алған Забуш пен полиция қызметкерлері үйіңе барып, анаңмен сөйлесіп, арызын қайтып алдыр. Сонымен бәрі тып-тыныш болсын. Мировойға кетіңдер, деп жіберді. Бірақ кешке дейін уақыт береміз деп тапсырыс жіберді. Осылайша басы салбырап күйеуім кетті. Бәрі арызға байланысты. Енеңіз арызын қайтып алса, алмаса ертең сізді ауданға шақырамыз деген полициялар, олар да кетті. Мен жоғарғы шығып, сабағыма кірдім. Мұндайдан кейін қайдағы білім. Миым ашыған айран боп кетті. Сөйтіп отырып, пәтер таптың ба, деп сіңіліме жаздым. Емханадан бір бөлмелі берді, дейді. Осылайша мен бейбақ жалғыз қалдым. Ал ертесіне тағы да келген 2 полиция мені келіп алды да кетті. Бірақ өздері айтқандай ауданға емес ауылдағы бөлімшеге апарды. Сонда менің барар жерім, басар тауым қалмады. Жылап отырып, Забуш ағайға қоңырау соқтым. Мұның соңғы үлкен дауға айналды. Енем арызында алмады. Үйін де бермеді. Ерегісіп жатып алды. Ағайымның айтуымен мен де қарсы шағым түсірдім. Мұны естіген байым өкпелеген болды. Мен қайтейін, сен менің мамамды білесің ғой, дейді. Арызын алғанда қарсы шағым түсірмес едім, деймін. Әкем үшін жүрмін. Әйтпесе басымды алып қаңқып кетер едім, дейді. Қаңқып нең бар? Анау қызбен сөйлесіп үйленіп ал. Менің басымды босат, дедім. Басқа не дейін? Енем екеуміз қайта-қайта соттасып жаттық. Сол жылы наурызда жазылған арыздың соңы желтоқсанға жетті. Жөндеп қойған үйімнің ішін бүлдірген, шығын төлесін деп бір жазды. Онан есігін сындырған, сыртқы қақпасын қисайтқан деп тағы бір жазды. Оны мен емес, абайсызда әлдебіреулер көлікпен соққан. Соны менен көрді. Әйтеуір көкбет енем менің үстімнен 3 рет арыз жазды.
Сөйтіп жүргенде арадан 9 ай өте шықты. Сот маған 331 мың теңге айыппұл салып берді. Әрине, мен онан құлап қалмадым, төлеп бердім. Бірақ күйеуімді ертіп барып, өзімнің керек жарағымның бәрін алдым. Мен сенен ажыраспаймын. Әуре болма дейді күйеуім. Шешеңнің үйіне өлсем де бармаймын. Бөлек тұрамын десең кел дедім, деймін. Осыншама масқарадан кейін қолына баратын арсыз емеспін. Алайда күнде күнара күйеуім келіп тұрды. Мұның жақсы жігіт екенін білетін анам ажырасқаныма қарсы болды. Сондай-ақ өзімнің де ажырасқым келмеді. Ата енең қартайды ғой, сабыр қыл қызым дейді анам маған. Сол үшін күйеуімнің келіп кетіп жүргенінде үндемеді. Тіпті мына жігіттен ажыраспа, ол өте жақсы жігіт, ауылдың баласы ғой деп Забыш ағайымда бірнеше рет айтқан еді. Өйткені балалары жоқ демесең, сырт көзге біз өте бақытты отбасындай көрінетін едік. Енең болмаса күйеуің өте жақсы азамат қой дегенді Забыштан басқа да біраз адам айтқан. Бірақ бойдақ қалған Забышқа кетаре болмай жүрдім. Әйтпесе, есің болса ажыраспа деп өзі айтып жүрді. Бір күні қалсын шыны аралас, маған үйленетін болсаңыз, мен ажырасамын, деп айтып салдым.